Албан. Албан ұлы жүз құрамына жататын тайпа. 5-7 ғасырларда Жетісу өңіріндегі ежелгі Дулат тайпасы билеген Иобан одағына кірген. Бұрынғы орыс ғалымдарының жазба еңбектерінде Атман деп, Қазақстанның кей жерлерінде де Атпан түрінде кездеседі. Ұлы жүзге өзге тайпалармен бірге 14-15 ғасырда қазақ халқының құрамына енген. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Албан тайпасының рулары Жаркент, Верный өздерін мекендеген. 1889 жылға дерек бойынша албандар 15.426 түтін. Шежіре бойынша Албан, Сары және Шыбыл деген екі руға бөлінеді. Сарыдан Сүйірқұл, Сүйірқұлдан Сегізсары. Сүймендіден Айт, Бозым, Қыстық. Шыбылдан Қызылбөрік, Қоңырбөрік, Құртқамамай. Қызылбөріктен мал болды. Жол болды. Қоңырбөріктен Өтей, Бойдақтыны таратады. Албандар негізінен Алматы облысының еңбекші қазақ, Кеген, Нарынқол, Ұйғыр, Шелек аудандарын мекендейді. Екінші бір деректе Сүйірқұлдан Шоған, Досалы, Қожбамбет жарты туған. Бұл төртеуінен 8 бала болып, олардың өсіп өнген ұрпақтарын жинақтап Сегізсары атаған. Ал қызы Алжаннан туған 4 жиеннен Сырымбет, Шегір, Аламан, Хангелдіден тараған үлкен аналарының атымен Алжан деп ұрпақтарды Албанға қосып аталып, Албан ішіндегі бір ата Алжан болды. Сүйірқұлдың баласы Қожбамбеттен Ағым, Сағым, Тілеу туады. Тілеуден Тұрсын, одан Шындауыл, Қабыл, Қарақұл туған. Қарақұл батыр болған, бәйбішесінің аты Шашты болса керек. Содан Қарақұлдан өрбіген ұрпақ аналарының атымен Шашты деп аталып кеткен. Ал Мұхамеджан Тынышбайұлының шежіре кестесінде Сүйменді Таубұзар деп аталады да, оның балалары Айт, Бозым, Құрман деп тарқатылады. Сүйірқұлдан тарайтындарды Сегізсары деп аталатын себебі Сүйірқұлдың өзінің 4 баласы Қожбамбет, Жарты, Досалы, Шоған мен қызы Әлжаннан туған 4 жиен Сырымбет, Шегір, Аламан, Хангелдінің ортақ атауы деп түсіндіреді. Шежіреде Қожбамбеттен Ағым, Сары, Тілеу. Досалыдан Құлсадық, Жансадық. Құлсадықтан Төлес, Салбен, Қотырбай. Жансадықтан Нияз, Шабыр, Рыскелді, Шабылдан Қызылбөрік, Қоңырбөрік. Қызылбөріктің шын аты Бөде, Қоңырбөріктің шын аты Өтей деп Қызылбөріктен мал болды, жол болды. Мал болдыдан Сақау, Есен, жол болдыдан Кереқұлыдан Еспер, Мәмбет. Қоңырбөріктен Қалқаман, Бордақ, Жарман, Қалқаманнан Қарақұл, Бордақтан Қорқаны таратқан. Келесі бір шежіреде Албаннан Шабыл, Сары есімді 2 бала туған. Осының Шабылынан Қызылбөрік, Қоңырбөрік, Ботый, Бойдақ, Өтей есімді 5 бала туады. Шабыл өз балаларының ішінен Ботыйды ел арасына келіп молдалық жасап жүрген саудагерге баламның сауатын ашып бер деп жанына қосады. Саудагер еліне қайтар кезде Ботыйды өзімен бірге ала кетеді. Араға біраз уақыт салып, баласы Ботыйды алып келу үшін Шабыл жолға шығады. Шабылдың арнайы жолға шығуына Ботыйдың жас кезінен аурушаңдығын шешесінің уайымдай беруі де себепші болса керек. Бәрі де жазудан ғой, жол үстінде малға тиген жолбарысқа Шабыл қарсы шығып мерт болады. Артынан аурушаң баласы Ботыйда қайтыс болып, елге қаралы хабар жетеді. Арада 3-4 ай өткенде Шабылдың жүкті әйелі босанып ұл бала табады. Содан ел жұрт келісіп 2 бірдей арсымыздың орны Өтелді деп баланың атын Өтей қояды. Өтей ағасы Қоңырбөріктің қолында тәрбиеленіп ер жетеді. Күндердің бір күнде Қоңырбөрік өзіне тете ағасы Қызылбөрікке мына Өтей есейіп қалды, еншісін белгілесек қайтеді, үйленсін, сонан соң көрерміз деп ақылдасады. Қызылбөрік болса Өтей танытады. Бұған ренжіген Қоңырбөрік, Өтей менің қолымда болған деп, іштарлық жасағандай сыңай соң іштарлық жасап отырған ғой, Тәңірдің жазған несібесі бар шығар, мені Өтейден Құдай бөлмесе, адам бөле алмайды, ұрпағымның руы Қоңырбөрік, ұраны Өтей болады дейді. Қоңырбөріктің сөзі періштенің құлағына шалынып, ұрпағы өсіп өніп, Қоңырбөрік деп аталатын елге айналады да, Өтей есімі ұранға шығады. Шежірелік тағы бір деректерде албандардың Жетісуға келуін былай деп түсіндіреді. Албан, Суан, Дулат үшеуі Шенттің Ажар деген жерінде енші алса.
Албан мен Суан Қазығұрттың ар жағына, ал Дулат Сайрамсу мен Ақсудың ортасындағы Кіндіктөбеге келіп қоныстанады. Бір күндері Албан малын көріп келу үшін атына мініп төбенің басына шықса, Дулаттың ауылының үстіне аппақ нұр, буалдыр жауып тұрғанын көреді. Сонда Албан ауылына шауып келіп Суанға: "Түбі барлық билік бақ Дулатқа ауат, білем, түбі онымен бірге тұруымыз қиындау болар" депті. Сонымен екеуі ойласып алысқа қоныс аударуға келіседі де Алматы, Жаркент жаққа көшіп кетеді. Ал Дулат сол Кіндіктөбеде мекендеп қала беріпті. Ұраны Бақтияр, Райымбек. Таңбасы Шүміш, Дөңгелек.